Саламатсыздар, улағатты ұстаздар мен оқушылар. Бүгінгі біздің бірлестігіміздің 10 күндік ашылу іс-шараларының ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Бүгінгі 10 күндігіміздің мақсаты жаңа технология элементтерін қолдана отырып, оқушылардың математика, физика және информатика пәндері бойынша білімдерін тереңдетіп, қызығушылықтарын арттыру және логикалық ойлау қабілеттерін дамыту. Ғылымдардың патшасы, нақты ғылым жайында апталықты бастаймыз. Білім құмар достарым, қызыққа толы сұрақты алдарыңа тастаймыз. Сұрақ сырын тереңірек ұғайып, математика, физика, информатика құрметтеуге лайық. Дүниеде құбылыстың мәнінде, зерттейді ол өзгерістің бәрінде. Нақты ғылым дүние тілінің бүгінде, нақты ғылым сөйлейді бүкіл әлем тілінде. Ал енді оқушылар алдағы уақытта Aşağıda şeylerde basın kanunca sandalye başınaga. Балалар, біз өзге планеталықтардың мүлдем үстінбедік дедің, е? Бұл қалай болған сонда? Қалай түсінеміз енді? Қазақстан, қазақ тілі. Менден қорықпа. Бұл қай жер? Мұнда не болып жатыр? Ол Шоқан қаласындағы мектеп гимназиясы. Сен неге жыладың? Біз сенің даусыңа ұшып келдік. Бүгін бірінші сабақ математика, одан кейін информатика. Маған бұл пәндер мүлде ұнамайды. Тым түсінбеймін. Неге ұнамайды? Неге қызықты емес? Неге ұнамайды? Неге қызықты емес? Бұл пәндер менің ойымша өте қатты қызықты. Жүрейінші, біз бірге би билейік.
Отреагирует. Очень радостный день сегодня. Праздничный. Мен саған бұл пәндердің қызықты тұстарын да көрсетейін. Жүр, қазір 21 ғасыр Қазақстан Республикасы қарқынды дамуда. Сен QR код арқылы электронды күнделікке кіре аласың. Және де көптеген Қазақстан Республикасының музейіне кіре аласың. Білім кезетке кіріп сен көптеген мағлұматтарды біле аласың. Я шынымен де қызық екен, мен білмей жүр екенмін. Енді мен математика, информатика пәндерін оқитын боламын. Балақай, атың кім? Алинұр, Алинұр, егер саған қызық болса, онда сен дұрыс бағытқа, дұрыс жолға, ерлеріңді дамытуға үлес қосасың деп ойлаймын. Олай болса, жүр, саған бір ойын ойнатайын. Жалпы саған риза болып тұрмын. Саған қазір бір пікір берілген. Осы пікірмен егер келіссең, мына таңбашаны, келіспесең, мына таңбашаны таңдай көр. Меркурий күнге ең жақын орналасқан ғаламшар. Келісесің бе? я. Жарайсың, қол соғып қоюға болады. Мынау менің саған деген сыйлығым. Тағы да осы мектепте сұрақтарға жауап беретін оқушылар бар ма? Келе қойыңдар бері қарай. Мына пікірмен келісесің бе? Физика, табиғат туралы ғылым. Баса ғой. Ой, мектепте оқу керек болды ғой саған. Орнына бара ғой, рахмет. Келесің оқушы, келе ғой. Мына пікірмен келісесің бе? Тік бұрыш жасап қиылысатын екі түзу параллелограмм деп аталады. Баса ғой. Келесі оқушы келе ғой. Ұстаздардан болса, олар да келе қойсын. Мына пікірмен келісесің бе? Ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі бит. Ай, молодец. Ай, жарайсың. Келесі ұстаздардан келіңіз. Мына пікірмен келісесіз бе? Бұрышты өлшейтін құрал сызғыш. Жарайсың. Келесі оқушы, мұғалім, қатысатын адам болса. Перизат Айтжанова, келіңіз. Мына пікірмен келісесіз бе? Параметр ауаның қысымын өлшеуге арналған құрал. Ой, жарайсыз. Келе ғой. Мына пікірмен келісесің бе? Ең алғаш ғарышқа ұшырылған иттің есімі Рекс. Жоқ. Жарайсың. Келесі келе ғой. Мына пікірмен келісесің бе? Шеңбердің кез келген екі нүктесін қосатын кесінді параметр, диаметр кеш. Келе ғой қызым. Өзің келе ғой. Заттың ең кішкентай бөлігі молекула. Келісесің бе? Келісем. Қандай ғой?
Келесі тағы бір оқушы. Мұғалім, келем. Мына пікірмен келісесің бе? Сканер ақпаратты қағаз бетіне басып шығаратын құрылғы. Жоқ. Орнына барып ой, рахмет. Саған бүгінгі біздің ойынымыз қызықты болды ма? Я, шынымен қызықты болды. Енді мен математика, информатика пәнін оқитын боламын. Алинұр, міне біздің физика, информатика, математика деген пәндеріміз саған қызықты болғанына, сенің қызығушылығыңды арттырғанымызға өте біз қуаныштымыз. Балалар, апайлар, ұстаздар, енді бүгіннен бастап 10 күндік іс-шарамызды бірлесіп өткізуге шақырамыз. Ал құрметті оқушылар, ашылу басталды. Апталықтарымыз енді сабақтарымызға кіреміз.